Assalamu alaikum, эфирде заман декабрьнің 21-і Қырымыш халінің 1392 күні студияда Муфире Мухтарова чылышам. Қырымның Ишғалжи юқары махкемесі бүгін Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов ве Сейран Салиевнің незарет алтына алынмасына қаршы берілген итираз аризаларына бақмақта. Декабрьнің 19-ында айының даванында ұждегер Мабюсының шекейт аризалары бақылғаныды. Марлен Сулейман Асанов, Сервер Зекерияев, Эрнес Аметовның жазасы деңіштірілмеді. Хизбут Тахрир давасының Бақчысырайлы 6-сы октябрьнің 11-інде яқаланғаныды. Оларны терроризмде қабатлайлар. Қарасу базарда бір кішілік наразылықларының бағылы екі махкемеге күнленді. Махкеме екі инсанға 10.000 рубле пара жазасына берді. Дабыр отырыш ярын Ахмеджетте олажақ. Мемори давалар декабрінің 18-інде бақылажақ еді, ләкин махкеме етіштірмеді. Алызырда 74 дава бақылды. Бір кішілік наразылықларының іштіракчелерінден еш бірісі ақыланмады. Пара жазалары 10.000-ден 15.000-ге етті. Бұл афта бір кішілік наразылықларының иштиракчилеріне берілген пара жазаларының миқдары 720.000 рубле oldu. Как и ранее, 18 числа судья вынес решение, признав вину наших доверителей, это Нанишвили и Бавбекова, и назначил им штраф в размере 10 000 рублей. Хастахани еріне бір кішілік апы содасы. Асан Чапух сезода ми қайнамасыны кешіріп зорнен әрекет ете. Қарым-татар Джимат Фали Заир Смедляевның білдіргеніне көре бір афтадан берлі оны Хастаханиге алып кетмейлер. Сезо елбасшылығы бөлі имкан бермеге азыр, ләкин жазаларына еріне кетіріп федераль қызметі ішіні соза. Асан Чапух түрк ватандашындан бұйық миқдарда пара талап етуді шекленіп яқаланғаны да о ачлық гревіні башлатты. Адвокатлары Авропа инсан ақлары махкемесіне мұражат етмеге азырлана. Виджи Кашканын оғлы ве тұрына Қырымдағы Ишғалжы тақиқат идаресіне чағырылды. Бұны Қырым инсан ақлары бақ группасының координатор Абдурешит Джипаров білдірді. Желпнаме декабрінің 19-ында келгені Виджи Кашканын оғлы Оливия тұрына Алие тақиқатшыға барып келгенлер аққұршалай жеянларындайды, ләкин оны кірсетмеділер. Виджи Кашканын туғанлары имайджесіз мәлімат бермеге разы олмадылар. Түрк ватандашындан бұйық миқдарда пара талап ету давасы чарчевесінде Асан Чапух, Бекер Дегерменші, Руслан Трубач ве Кәзим Аметов яқаланғаныды. Олар Қырым-татар милли әрекетінің ветеранны Виджи Кашканын режасына сәсленіп ярдым етежек олдылар. Түрк ватандашы тұрынындан борч алып қайтармаға істемеген. Құқық қорғаушылар Ақмешітте инсанларны яқалағанда Виджи Кашка ярамады, тибби ярдым машинасында есе вефат етті. Они не совсем были готовы к такой встрече. Во-первых, там переживания, еще волнение по матери, которые похоронили. Это все как-то вот идет, они это все переживают. И им было предложено найти адвоката. И, в общем-то, в ближайшие дни они опять будут приглашены туда же, в полицию, уже с адвокатом. Мы занимаемся подбором человека, адвоката, который мог вести их дело. Киевде дегерменшілер қорантасынен бір демлік ақшам олып кешті. Бекер дегерменші ве оғлы Мустафа Қырымның Ишғалжы хакимиеті тарафындан қанунсыз апске алынды. Мустафа дегерменші 2015 сенесі майысының 7-сінде қаланып, қалабалықларда иштирак етмесінде қабатланғаныды. Бір ай версі есе бабасы Бекер дегерменшіде тұтылды. Оны пара талап етуде қабатлайлар. Айлеге қол тұтмақ үшін бір қач он инсан келді. Күрішів ақында Эльвина Сейдбулаеваның левхасында тариф етілі. Башта оғыл, соңыра бабасы ишғал етілген Қарымдағы репрессиялар қоранталарға зарар кетірем. Мустафа Дегерменші 2015 сенесі майысының 7-сінде яқаланып, 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламенті өгінде Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингінде олған қалабалықларда иштирак етмесінде қабатланғаныда. Бұл сене барде Мабюс Эвапсыне авыштырылды, ләкин бір ай евелсі Дегерменшілер айлесіне дабыр белі келді. Бабалары Бекер Дегерменші тұтылды. Қызы дейке бұтын Қырым татар халқына басқы япыла.
Когда это все произошло, когда арестовали моего брата, я думала, они на этом остановятся. Когда его отпустили под домашний арест, мы все-таки надеялись, что это закончится, и эта боль, эта, будем так говорить, трагедия, она миновала нашу семью. Но, как оказалось, России мало моего брата, и они решили арестовать еще и моего отца. Дегерменчилер әйлесінен бірдемлік ақшамына бұрқа чон қырымлы велі қайты олмаған Киев сакенлері келді. Кремльнің сабық эсерлері Эльмир Фяхтымчи гозде бар еділер. Қайдетіле ке, дегерменчилер әйлесінен махкеме отырышларында таныш олдылар. Бекер дегерменчі Асан Чапух, Язимаметов и Руслан Трубачнен берабер оларға қол тұтмаға келейділер. Шымды есе өзлері бірдаваның мабюслері ола. Все вот эти 4 человека и плюс Виджи, та, которая умерла, они были очень активными. Активность, нелояльность нынешней власти не нравится настолько, что они готовы идти на любые провокации, вплоть до убийств. Чтобы мир не воспринимал это, что это происходит где-то там в Крыму. Вчера приняли эту резолюцию, сегодня уже первые лица прокомментировали нашего государства. Я убежден, что именно вот такие методы хотя бы заставят остановить этот террор. Скайп üzerinden Kırım'dan advokat Edem Simidlayev ve Bekir Degirmençinin ömür arkadaşı Aliye Hanım koşuldular. Kadının kaydetkenine göre akayı astma hastası ve 3. grupa sakatıdır. Sizoda onun alı fenalaştı. Dekabrının 14'üne geçer gecesi ise Bekir Degirmençi reanimatsiyaga tuştu. Hekimler onu ilaç vasıtasıyla yuhlatkan ediler. Мне пришлось побеседовать с врачом. В общем, сказали, что он очень слабый, ему продолжают делать уколы. Вот. Но так как в пульмонологии нет мест, он находится в коридоре. Я подал в Европейский суд по правам человека заявление по правилу 39 для того, чтобы приняли экстренные меры. Вчера мне пришло оттуда письмо, что мое заявление принято и находится на рассмотрении. Я надеялся, что сегодня будет какой-то результат, ответ. Но пока по данному заявлению также реакции мы, по крайней мере, не знаем. Даже если, может быть, по данному заявлению нам откажут, но хотя бы правительство Российской Федерации будет в курсе, что уже данная ситуация находится на контроле в Европейском суде. Mustafa Degirmenci ev hapsinde olsa da baskı altında qala. Bu haqda Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilov tarif etti. Mabusni aldata FSB ile iş birligi yapmasına kandırmağa tırıştılar. Муфти мусульман Крыма, который говорил проповеди, поучал нас к чему-то, оказался подонком, стукачом. Приходит Мустафа Дегирменчи и говорит: вот дай показания против Ахтема Чайкоза, и я посодействую там в ФСБ, чтобы тебя освободили. А вот рядовые люди, которые незаметные, вот яркость, вплыва такое вот, мужество, гражданственность, порядочность. Бекир Дегирменчи выступал на международных площадках, рассказывал о ситуации в Крыму. Оккупанты первым делом пытаются изолировать активных людей от любых возможностей, чтобы они не доводили правду до других. Бірдемлік ақшаманы тешкіл еткенлер, дегерменчілер қорантасына қол тұтмаға шақырды. Maddi yardım toplanması ilan edildi. Elvina Sidbulayeva, İslam Pinka, Zaman, ATR. Minsk'te esirlerini almashtırıp muzakereleri neticesiz qala. Teröristler Keni o şartlarını aydınlatıp cedvellerini düzeltti. Kış bayramlarına barışı hakkında anlaşıldı. Ukrayna şarkında dekabrının 23'ünde gece saat 12'de ateş tınmaq gerek. Şimdi ise işgalciler ateş açmağa devam etti. Geçken günü bir asker elak oldu ve daha doğrusu yaralandı. Ukrayna ordusu Türkiye'den yardım alacak. Iki memleketinin hükümetleri buna dair anlaşma imzaladılar. İşbirliği çerçevesinde Ukrayna askeri ve maddi yardım olarak $3 milyon elde edecektir. Bu indi ikinci anlaşma. Umumen 5 anlaşma olmak gerek.
бірі $3 миллион берілмесіні белгілемекте. Бүгін Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы Куддус мәселесінде әжеле топлашачақ. Бұның тәшібішшілері Түркия ве Йемен олдылар. Топлашуда Куддусның Исраиль пайтақты оларақ танылмасындан вазгечмеге талап етілежектір. Америка Бірлескен Девлетлері Милли Хавсызлық Шурасында Рейберов вақытында бұның кебі резолюция лейхасына ясақлады. Түркия ве Йемен Хавсызлық Шурасының беш даими азасы бұл мәселеде айны фікірде олмаса, Баш Ассамблея оны бақып, мәслихат бермелі деп исрар ете. Рамзан Кадыров Магнитский жедвеліне көрсетілді. Бұақта Америка Бірлескен Девлетлерінің малиен әзірлігі сайтында айтылы. Рамзан Кадыровның махкемеден тыш өлдіруф, азап ве инсан ақларының бозулмасының алақасы бар олмасы мүмкін деп қайдетілі. Америка Конгрессы Магнитский жедвеліні 2012 сенесі қабыл етті, анда Русия бюджетінден пара қырсызламасының оғырашқан инсанлар көрсетілді. Жинайтының кезлемек үшін мемурлар апсханеде Сергей Магнитскийні өлдірді. О вақыттан берлі инсан ақларыны бозған ве хабаржылық япқанлар жедвелге көрсетілі. Оларның дүнияда әрекетлері сыңырлана ве Америкадағы есаплары блок етілі. Русия гимні ве байрағы, атта байрақ төслерінің ясағы. Халқара Олимпик комитеті Кореяда өткерлежек қыш Олимпик ойынларының ресми тедбірлерінде Русия темсаллері қолланамаз деп қарар шығарды. Русия спортшыларының қияфетінде милли реңклер олмайжақ. Үстінде есе Русиядан келген Олимпик спортшы деп yazılacak екен. Декабрның 5-інде Русия Олимпиада 2018-ден допинг қавғасы себебінден шетлештірілген адам. Допинг қолланмағанын избатлаған Русия спортшыларына бейтарaf байрақ алтында іштірак етмеге изін берілді. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар. Саат 3-те яңа хабарларны украинча сейретмеңіз мүмкін. Атерден айрылмаңыз.